Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны. Асқазан, ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақпен езбе дайындап ішіңіз. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үпкіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы. Ішектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы ашылған дәнін ашқарынға жиды. 7 шақты дәнді езіп, сүтпен жеді. Простатит кезінде 0,5 килограмм тазаланған асқабақ дәнін, шикісін ет тартқыштан өткізіп, 1 стақан балмен араластырып жеу керек. Күніне 1 рет ашқарынға 30 минут бұрын жейді тамақтан алдын. Емді жылына 1 рет ғана жасайды, көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. 10 шақтысын банкаға салып, қалған тоңазытқышта сақтайды. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған буға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап күніне 2 рет 50 грамм ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып, 3 стақаннан кәдеге жаратады. Назарларыңызға рахмет, дендеріңіз сау болсын.